Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді және қамыры өте жұмсақ болып шығатын пеште пісетін керемет пирожкидің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен апарасын дайындаймыз. Ол үшін сүтті құямыз. Сүттің үстіне қант салып, кішкене қантымыз ергенше араластырып алатын боламыз. Одан кейін араластырып болғаннан кейін үстіне ұн саламыз және құрғақ ашытқын салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнның үстіне сары майды үкіштен өткізетін боламыз. Сары майымыз өте қатты болу керек. Мен қазір тоңазытқыштан алып, үкіштен өткізетін боламын. Өте қатты болу керек сары майымыз. Ұнға ұната отырып, үкіштен өткізіп алатын боламыз. Барлық майымызды үкіштен өткізіп болды. Енді қолмен жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, көтеріліп дайын болды. Енді осыны үлкенде ыдысқа құямыз. Одан кейін барып үстіне ұнның барлығын салатын боламыз. Енді мен бөлек жұмыртқаның сарысын бөліп алған болатынмын. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқаны бөліп саламыз және үстіне тұзымызды үстіне салып, шаңышқының көмегімен жақсылап араластырып, ұнның үстіне құямыз. Одан кейін барып қолмен жақсылап езіп араластырамыз да жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді дайын болған қамырымызды алып, ыдысқа салып, 40 минутқа немесе 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілу керек. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Сол үшін қайнап тұрған суға картопты салып, пісіріп алатын боламыз. Картопымызды пісіріп алдық. Енді пиязды осылай майға қуырып аламыз. Картоп пиязымызды қуырып пісіріп алғаннан кейін енді жақсылап еземіз картоп езгішпен. Оны езіп болғаннан кейін қуырылған пиязымызды үстіне барлығын салатын боламыз. Одан кейін барып үстіне жылы сүт құямыз және де дәміне қарай тұз бұрышын салатын боламыз. Мінекей қамырымызда дайын болды. Енді қамырымызды алып 1-2 рет басамыз. Одан кейін 45 граммнан таразыға салып бөліп алатын боламыз.
Енді бөліп алған қамырларымызды осылай домалақтап формасына келтіреміз. Одан кейін барып, әр жасалып қойған қамырларымызды бетін мата дастарханмен жабуды ұмытпаңыздар, қамырларымыз қатып қалады. Мінекей осылай домалақтап болдым. Енді бетін жабамыз. Басында домалақтап бастағаннан бастап бетін жабамыз, қатып қалады. Енді басында бірінші жасалған қамырларды алып, осылай домалақтап жайып бастаймыз. Жайып болғаннан кейін ішіне салмасын салып бекітетін боламыз. Мен осылай кішкене қамырымды жұқалау қылып жайдым, өйткені қазір пісіп шыққан кезде қамыр кішкене бәрібір көтерілетін болады, сондықтан осылай жұқа етіп жайдым. Маған андай пирожкилар ұнамайды, қамыры қалың болып шығады ғой, андай бір бауырсақ жеп жатқандай болады, соны жеген кезде ішінде салмасы азақ, бірақ қамыры қалың болып шығады ғой. Маған ондай ұнамайды, сондықтан өзім осындай ұнайтындай етіп жасап алдым. Қамыры жұқа болып піседі және ішінде салмасы көп. Кәдімгідей өзіңе тойымды қылып жасап алдым. Түйу әдісі өз еркілеріңізде. Мен біреуін осылай түйдім де, түйгенін астына қараттым. Ал қалғанын осылай түйгенін бетіне қаратып қойдым. Мінекей барлығын түйіп болдым. Осындай әдемілеп пештің ыдысымызға саламыз. Одан кейін барып бір жұмыртқаны жарып, одан кейін бағанағы сарысын бөліп алған ағы бар ғой, соны үстіне салып жібердім. Шаңшықының көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстінен жағып шығатын боламыз. Сол кезде әдемі қызарып пісетін болады. Одан кейін үстіне мак сепсеңіздер болады, күнжіт сепсеңіздер болады. Мен осындай мак сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығатын болады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әр уақытта пісуі мүмкін. Қарап қойыңыздар. Біріншісі пісіп шықты, енді екіншісінде әдемілеп салып пісіріп аламыз. Мінекей достар, әдемі және жұмсақ пеште піскен пирожкимізде дайын болды. Мінекей сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын. Өзіме қатты ұнады. Біразға дейін осы әдемі болып шығатын, жұмсақ болып шығатын пирожкидің рецептін таппай жүрген болатын. Мінекей тауып сіздерге бөлісіп жатырмын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Осы уақытқа дейін қолдап, мені лайк басып, комментария жазып, мені қолдаған жандарға барлығыңызға алғысым шексіз. Әлі де күшті рецепттер шығатын болады. Қолдауды тоқтатпаңыздар, тіркеліп көріңіздер. Тіркелмеген жандарға айтарым, күшті рецепттер шығатын болады. Менің жасаған барлық рецепттерім 100%-ға шығатын рецепттер. Қорықпай жасай беріңіздер.